Мысалы, бізге мынадай теңдеу берілсін. 2 синус квадрат x азайту 5 синус x көбейту косинус x тең косинус квадрат x азайтылған 2. Бізге осындай бір текті тригонометриялық теңдеу берілсін. Енді мына тригонометриялық шешу үшін не істейміз? Бірінші берілгендеріне мән беріп қараймыз. Теңдіктің бірінші жағында синус, мына жағында синус пен косинус, мына жақта косинус, яғни бұл жерде косинус көп болып тұр да. Сондықтан бір сарынды барлығын косинус квадрат x-ке бөліп шығайық. Бөлген кезде не болады? 2 бөлек тұр көбейту. Синус квадрат x-ті бөлеміз косинус квадрат x-ке, азайтамыз 5 көбейту синус x көбейтілген косинус x-ті бөлеміз косинус квадрат x-ке тең косинус квадрат x бөлеміз косинус квадрат x азайту 2 көбейтілген косинус астына барады. Немесе 2-ні үстіне жазып бірден жаза салсақ та болады да. Енді не істейміз? Жалпы синус квадрат x-тің косинус квадрат x-ке қатынасы нені білдіретін еді? Тангенс квадрат x-ті білдіреді. Мұндағы косинус пен мына квадраты жойылып кетеді. Так, мұнда синустың косинуске қатынасын бірден жазып кетсек болады. 5 тангенс x тең мына екеуі қысқарады, 1 қалады, 1 азайту. Енді біз мына қатынасын не деп алатын едік? Формула бойынша біз білеміз де, тангенс x немесе тангенс альфа синус альфаның, яғни синус альфаның косинус альфаға қатынасы және бір қосылған тангенс квадрат альфаның мәні 1 бөлінген косинус квадрат альфаға тең да. Осыны білеміз. Енді біз мына жерде не істейміз? Бір азайту, мына жерде 2 көбейтілген 1 бөлінген косинус квадрат x-ті мына формула арқылы орындаймыз. Міне. Сонда біз мынаның орнына осы теңдікті жазамыз. 1 қосылған, мына жерде 2-ні алдына шығара қояйық. 1 азайту, мына жерде 2-сі бар, ал мынаны жақша ішінде 1 қосылған тангенс квадрат x деп аламыз. Енді ықшамдаймыз. 2 тангенс квадрат x азайту 5 тангенс x тең 1 азайтылған жақшаны ашатын болсақ 2 азайту 2 тангенс квадрат x болады. Енді мына жерде ықшамдаймыз. Мынаны теңдіктің екінші жағына плюс болып өтеді. Мына теңдік өрнегіміз сонда плюс 2 тангенс квадрат x болады. Екеуін қоссақ 4 тангенс квадрат x азайту 5 тангенс x тең мында минус 1, мына жаққа плюс 1 болып өтеді. Плюс 1 деп бірден жаза салайық. Енді не істейміз? Жаңа айнымалы енгіземіз. Жаңа айнымалы тангенс x-тің орнына біз мысалы үшін z деп алайық, немесе t деп алайық. Әртүрлі таңбаларды ала беруге болады да. Енді біз мынадай түрге келтіреміз. 4z квадрат азайту 5z қосу 1 тең 0. Енді істейміз? Дискриминантты табамыз. Дискриминантты табу формуласы, яғни минус 5-тің квадраты 25. Азайтамыз 4 көбейтілген а-ның мәні 4-ке тең, с-ның мәні 1-ге тең. Тең азайтамыз 16, 25-тен 16-ны азайтсақ 9. Енді осы жерден біз x1, x2, яғни z1-ді табамыз. Z1 минус b дегеніміз минус 5 плюс 5 болып кетеді. Себебі минус b-ның таңбасымен азайтамыз. Түбір астынан 3 шығады. 2 көбейту 4 дегеніміз 8. Сонда 2-ден 8 2-ге қысқарады. 4-тен 1 қалады. 4-тен 1. Келесі z2-ні табайық. Керісінше мына азайттық қой, дәл осы өрнектерді қосамыз. Сонда 8-ден 8 тең 1-ді білдіреді. Сонда z1-іміз 1 бөлінген 4, z2 1. Енді осы тангенске теңестіреміз. Тангенс x тең 4-тен 1-дегі мәнін табамыз, және тангенс x тең 1-дегі мәндерін табамыз. X тең мында арк тангенс 1 бөлінген 4 тең
n тиісті z деп қарастырамыз. Дәл осылай қалады, себебі тангенс бірден кіші барлық мәндерде анықтала береді. Енді мына жерден x тең тангенс 1, арк тангенс 1 деп жазсақ та болады, немесе арк тангенстің 1 болғандағы мәні неше болатын еді? Пи бөлінген 4. Сонда пи n тиісті z деп осылай анықтаймыз. Мұнда жауаптары.